Құрметті көрермен, дәл қазір біз электрик бағыты бойынша 4-ші кезеңге де келіп жеттік. Алайда бұл кезеңіміз басқалардан қарағанда өзгеше болмақ. Себебі біз бұнда қатысушыларымыздың жасаған бұйымдарын енді тәлімгер мырзамен бірге бақылайтын боламыз. Себебі бұнда тоқпен жұмыс болғандықтан қауіпсіздік ережелерін сақтай отыра тәлімгер мырза барлығын өзі сараптайтын болады. Бұл 4-ші кезеңде біз мультиметр тестер арқылы осы шәкірттеріміздің жұмысын, жүргізу кабельдерін, жалғау әдістерін тексеріп өтетін боламыз. Бұл жерде бастысы қысқа тұйықталу болмау керек, және де общий 4 модульді бірден бағалап өткендіктен артық қимыл, артық кесіліп кеткен, кабельдердің жетпей қалған жерлері ондай болмау керек. Ендеше біз кеттік. Біз дәл қазір 5-ші қатысушының жұмысын барысында тұрмыз. Құрметті Бахадыр мырза, тексерісті бастай берсеңіз болады. Бұл жерде 4-ші кезеңімізде бұл жерде студенттердің өз жұмыстарын прибор арқылы, индикатор арқылы бәрінің ұқыпты жұмыстарын, яғни бәрін тексеріп өту керек болады. Бұл жерде сол несіне қарай әр студентті бағалайтын боламыз. Бұл жерде прибормен тексеретін болғаннан кейін бәрінің жалғану жерлерін, ұқыпты ма, қалай жалғанғандарын бәрін көру керек. Дұрыс жалғанды ма, или дұрыс емес жалғанды ма, оның бәрін тексеру керек болады. Мен бұл жерде араласпай қойын, өзіңіз істей беріңіз. Фазаның жүрген жерімен, нөлдің жүрген жерін тексердім. Дұрыс пеген жұмыс барысы негізі? Жұмыс барысы енді жалғанулары енді дұрыс болып келеді. Қоңырмен фаза, көкпен нөл жүру керек болатын. Бірақ мына жерлерінде қатысушымыздың кабель каналы кішкене ашыңқырап қалған екен. Мына бас жақтарында қисайып кеткен жерлері де бар. Бірақ сонда да ішін ашып көрсек. Вадной автоматымыздан щитке, чөтчікке келіп, чөтчіктен үйдің ішіндегі кішкене ящигімізге келіп тұрған жерлерде бәрі дұрыс болып тұр. Бірақ мына кесілген жерлері ойық болып. Ал дәл қазір жұмыс процесі толық аяқталған тексеру үшін қосып көрсек болады ғой? Негізінде, қосып көруге де болады, өйткені автоматтардың түбіндегі жалғаулардың бәрі дұрыс болып тұр. Енді қалған жерлерін лампочкамыздың включательдеріміз жұмыс істеуін қосып тексерсек болады. Ендеше қосып көрейік. Автоматын қосып толтырған болса. Мінекей қазір 5-ші қатысушымыздың жұмысы аяқталған көрініп тұр. Включательді басамыз. Мына жақтан өшіреміз. Екі жақтан басқару құрылғысы да істеп тұр. Лампочкамыз жанып тұр. Дәл қазір 4-ші қатысушымыздың жасаған жұмысын тексергелі тұрмыз. Бахадыр мырза, рұқсат тексере берейік. 4-ші қатысушымыздың жұмыстарын тексерген кезде кішкене асық-ұстау болған сияқты бұл қатысушымыз. Есептегішіміздің бетін жаппаған. Бұлай сырттан қарап айтқанда да тура 5-ші қатысушы сияқты бұл жерде мына кабельдік қораптарымызды теріс қарап қатырып қойған екен. Бетінде қапқаған астына қатырып, астын үстінен салған кездерді бар екен. Мұнда да біраз қателік бар сияқты, бір қатырылып қайттан алынған секілді. Бұл жерде де бір қатырылып қайттан алынған сияқты. Бірақ орналасу тәртібі қалай, дұрыс па? Орналасу тәртібі енді дұрыс, бірақ кабельдік каналдарымыз, арналарымыз теріс болып тұр. Қатырылулары, орналасуы. Енді тура схема сияқты екен. Жобасы бас жақтарын прозоникмен тестер арқылы тексеріп өтсек жалғануларын. Мынау қосылмай тұр екен, қосайын ба? Ше? Нөлде тұр мынау қазір.
мүлде тұрса да жоқ. Ол есептегіштен кейін мына бірінші ваннойға, сосын есептегішке бару керек, есептегіштен сосын мына үйдің ішіндегі қорапқа келуіміз керек. Қай жерінен қате кетуі мүмкін? Бұл жерде есептегішке Дұрыс жалғанбаған ба? есептегішке барған, есептегіштен неге дұрыс жалғанбаған сияқты. Ваннойдан, неден үйдің ішінде барғаны нөлді тексеріп жатырмыз. Нөлдік шинадағын фазаны өтіп тұр кезінде. Ал жалпы орналасқан пішіні бөлігі арасы дұрыс па барлығы? Схемаға сай келе ма? Схемаға жобасы бар. Енді жобасы болғанмен жаңағы кішкене өзі солай түсінген болу керек. Шамасы басына айтып өткенде дұрыс естімей қалған ба? Кабельдік каналдарымыз, кабельдік арналарымызды тез қарай қалдырып қойған екен. Бұлардың барлығы ертең жаңағы жарысымыздың соңында ескеріп кететін жайт. Үшінші қатысушымыздың да жұмыс барысына келіп қалдық. Бақадыр мырза? Үшінші қатысушымыздың жұмыс барысын енді алдыңғы жаңағы 5 пен 4-тен салыстырған кезде бұл жерде өзі сыртында келбетінің өзінде, көрінісінің өзінде белгілі болып тұр. Бұл жерде жұмыс орны жиналмаған, реттелмеген. Негізі мына қатырылғаны кабельдік арналарда кейбіреулері қисайып тұр. Кейбіреулердің беті жабылмай кетіпті. Ал мына бөліктер бұл не бөліктер? Артылып қалыпты мұнда? Артылып қалған бөліктер бұл мына қорапшамыздың ішінде тұратын. Жаңағы осының іші арқылы мына басын кесіп, осы кабельді осының ішіне шығару керек болатын. Енді оны алар салмай кеткен. Жаңағы одан алдың қатысушымыз сияқты бұл да теріс қарап қатырып, сосын оң қаратқан сияқты. Шұрттың іздері тұр. Шұрттың іздері тұр бәрінде. Оған қарағанда сәл асық ұстау болған сияқты бұныкі. Жаңа кабельдік арналарымыз қис кесілген, қис қатырылған. Енді жұмыс барысын ашып тексеріп кетсек, жалғануларын мультиметрмен тексеріп кетсек бір. Фазамыз бар. Кеп тұр. Нөліміз кеп тұр. Әжеге қоя салайын. Дұрыс па жалғанған? Жалғануы дұрыс. Есептегішке, ваннойдан есептегішке, есептегіштен АВР автоматымызға, одан жаңа үйдің ішіндегі ящиктегі автоматымызға келіп тұр, ажыратқышымызға. Енді бұл жерде жалғанулар дұрыс болып тұр. Ендеше барлығы дұрыс болса, главный лампамызды қосып көрейік онда. Лампамызды қосып көруге болады, иә. Тек мынаны қосамыз ғой, иә? Иә, соны қосамыз. Сосын мына автоматымызды қосамыз, ажыратқышымызды, үйдің ішіндегі қорабымызды. Рұқсат қой қосу бар? Иә, рұқсат. Қосып көрсеңіз болады. Үшінші қатысушымыздың да жұмысы орындалған көрініп тұр, яғни бастысы лампа жанды. Алайда өзіне тән кемшіліктері бар. Екінші қатысушымыздың да жұмысына келдік. Тексере берсеңіз болады. Екінші қатысушымыздың жұмысын бұдан алдыңғыларына қарағанда бұның сәл ұқыпты жиналған екен. Яғни мына кабель арналарымыз
орындары дұрыс қатырылған. Жаңа бұдан алдыңғылар сияқты тесік аударып қатырған сияқты емес. Негізінде жұмысы тиянақты екен. Енді мына үйдің ішіндегі қорабымыздың енді кішкене артық кесілген жерлері бар екен. Үлкендеу тесік істеп тастаған. Қалғандары ойдағыдай. Енді тоқ тексеріп көреміз, тоқ келіп тұр ма? Иә, тоқтарын тексеріп көрсетуге болады негізінде. Прибор арқылы. Міне. Тоқ фазымыз келіп тұр. И нөлімізде, нөлевой фазымызда келіп тұр. Дұрыс орнатылған. Дұрыс орнатылған. Енді екінші қорамыздағын тексеріп өтсек, есептегіштің астымен. Бұл жерде айта кететін бір қателік бар екен. Бұл жерде мына жерде есептегіштің астында AVR автоматымыздың шығуын қате көрсеткен екен. Ол жаңағы нөлмен фазының орнын ауыстырған. Бұл бетте қандай қателік орын алды оның дұрыс емес деген жағдайда? Оның дұрыс емес деген жағдайда бұл жерде негізінде фазамыз автомат арқылы келіп, шина арқылы нөл жүріп отырып, лампочканы қосқан кезде, қыздыру шамын қосқан кезде, мына распред коробканың іші арқылы лампочкаге нөл прямой жүреді, жаңа тура барады. Ал фазымыз ажатқыш қосқыш арқылы фаза жүру керек болады. Дәл қазір қосып көруге бола ма бұл қателікпен бұны? Бұл қателікпен енді негізінде қысқа тұйықталу болмағанмен, ол да бір үлкен бір қателік болып саналады. Сондықтан қазір ауыстырып қойсақ. Жарайды, ауыстырып қойсақ. Қазірдің өзіне ауыстырып қойсақ. Бұл қоссақ болады ғой? Иә, қоссақ болады, иә. Ендеше біз қосып көрейік. Мынау қосылып істеп тұр, мынау өздігінен қосып өшіру керек болды. Бұл екіншісі. Көріп тұрсыздар, қазіргі мынау екі қосқыш құрылғының біреуі ғана жұмыс жасап тұр. Екіншісі жұмыс жасамайды. Алайда мынаны қосып, мынаны басатын болсақ, бұнда өшіп тұр. Яғни әлі де толық жұмыс жасамайды. Яғни жұмыс толығымен бітпеген. Біз қазір бірінші қатысушымыздың да жұмыс барысына келдік. Әрине енді нәтижесін тексеріс барысында көретін боламыз. Тексеріс барысында бұл жаңағы бұдан алдыңғы қатысушыларға қарағанда бұл бірінші қатысушымыз сәл ұқыпты екен. Жұмыс орнын тиянақты жиналған. Бұл жерде енді жұмыс орнын жаңа жұмыс істегеннен кейін тазалап, артық заттарды алып қою керек болатын. Әрқашанда инструменттерді бір жерге жинап, істеген жұмысын жинап жүру керек. Мына жерлерде басқашыларға қарағанда сәл ұқыптырақ істелінген екен. Ұқыптырақ екен. Бұлар кабель каналдар, кабельдік арналарының жүрген жерлерде орналасуы да кабельдеріміздің. Бірақ мына жерін қарасаңыз. Кейбір жерлері бар екен. Сыртқы қораптан шыққан жаңағы кабельдік арнамызды кабелі тартылып қалған екен. Сырты қоршалмаған. Сырты қоршалмаған. Ендеше кеттік электр жағын тексеріп көрейік. Электр жағын тексеріп өтсек. Электр жағын бірінші қысқа тұйықталу бар жоғын тексеріп алсақ. Одан кейін жұмысын тексеретін боламыз. Фазалық кабеліміздің қатылу орналасуы жері. Енді нөлевой шинадағы AVR автоматымыздың астындағы N деп қойған жерінен нөлевой шинасын тексереміз. Ол жерде бәрі орналасқан. Ол жерде сыртқы есептегіштен келіп, үйдің ішіндегі щитке келіп тұр. Бұл жаңағы коробкамызға, сонымен кабельдік арнасымен
распирет коробкаге жаңағы жалғану қорапшамызға, одан кейін включательдерімізге келіп тұр. Барлығы дұрыс жалғанған. Иә, Ендеше қосып көрейік. қосып көрейік. Бісміллә десең. Бісміллә. Екі включатель жеке тексерейік. Екі включатель жеке тексереміз, иә. Бұл жерде переключатель болғандықтан сіз өшіріңіз. Мен өшіріп жағайын. Енді сіз өшіріп жағыңыз. Бір-біріне қарамай жұмыс жасау керек болатын. Тура солай жұмыс жасап тұр енді. Иә, дәл қазір біз 5 қатысушымыздың да жұмыстарын тексеріп болдық. Барлық қателіктер және артықшылықтар ескерілетін болады. Ендеше қалған әділ шешімді беретін әділ қазы арқаларының иелігінде. Құрметті көрермен, дәл қазір біздің электрик бағыты бойынша 4 кезеңіміз өз мәресіне жетті. Енді қатысушыларымыздың жасаған жұмысына әділ бағасын беретін әділ қазы алқаларымен таныс болайық. Көп салалы индустриалды техникалық колледжінің электр жөндеуші мамандығының арнайы пән оқытушысы Мамраимов Дәурен мырза. Көп салалы индустриалды техникалық колледжінің электр энергетикасы мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Мұстафа Қазыбек Оспанұлы. Және де бүгінгі біздің қатысушыларымызға тәлімгер болған Түркістан индустриалдық колледжінің арнайы пән оқытушысы Абибулаев Бағадыр мырза. Ендеше жұмыс барысында өздеріңіз куә болдыңыздар. Ендеше бағалауға рұқсат. Әділ қазы алқалары сайыстың 4 кезеңі бойынша қорытынды бағалауды бастады. Бірі оза шапты, бірі қобалжыды, ал кімнің жеңімпаз екенін бірер минуттан соң білетін боламыз. Біздің тәлімгер жобамыз өз соңына да келіп жетті. Жалпы қатысушыларымыздың қорытынды бағалары: бірінші қатысушымыз 112 балл алды, екінші қатысушымыз 101 балл, үшінші қатысушымыз 92 баллмен алды, ал төртінші қатысушымыз болса 85 балл болды, бесінші қатысушымыз 78 балл алды. Енді жалпы сайыс болғаннан кейін жеңімпаз болады. Оза шапқан басқа қатысушыларға қарағанда бірінші қатысушымыз болды. 112 баллмен жеңімпаз атанған бірінші қатысушымыз Есқабылов Досжан.